Қазақстан егеменді ел болды. Қазақстан біріккен ұлттар ұйымының мүшесі атанды. Қазақстан Республикасының ата заңы қабылданды. Студенттер алғаш рет болашақ бағдарламасымен шетелдік жоғары оқу орындарына жіберілді. Қазақстан Республикасының ата заңы Конституция қабылданды. Ол 9 тараудан 98 баптан тұрады. Қазақстанда Шанхай ынтымақтастық ұйымы құрылды. Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан 2030 стратегиялық жолдауы жарияланды. Тұңғыш рет Астананың тұсауы кесіліп, Астанада тойланды. Астана қаласы әлем қаласы сыйлығымен марапатталды. Экономика дами бастады. Қазақстан тәуелсіздігіне 10 жыл толды. Елорданың символы болатын Астана бәйтерек монументі салынды. Әлемнің дін басшылары Астанада бас қосқан. Ұлттық экономика өсімді бағындырды. Елбасының тарапынан жол. Самұрық мемлекеттік қоры құрылды. Мәдени мұра бағдарламасы жүзеге асты. 6 сәуірде Астана күні тарихқа енді. Қазақстанда халық санағы өтті. Қазақстанда саммит өткізілді. Қазақстанда алғаш рет қысқы Азия ойындары өтті. Қазақстанның намысын қорғаған спортшылар 32 алтын, 21 күміс және 18 қола медаль иеленді. Қазақстан 2017 жылға көрме өткізу құқығына ие болды. Қазақстанда 2050 жылдағы құрылды. Үкіметтің қайта құру жұмыстары өтті. Қазақстан дүниежүзілік сауда ұйымдарының мүшесі атанды. Егеменде 25 жыл. Қазақстанда алғаш рет халықаралық көрме экспо өтті. Қазақстан қауіпсіздік кеңесіне төрағалық етті. Қасым-Жомарт Тоқаев ел президенті болып сайланды. Егеменде 29 жыл.